Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында моцарелла сырын әзірлеудің рецептісін ұсынатын боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып мені қолдауларыңызды сұраймын. Сырымызды жасауға қажетті заттар: міндетті түрде қолдың сүті болу қажет, 5 литр сүт қажет, сұйықтықтың температурасын өлшейтін термометр, лимон қышқылы және арнайы сырлар жасағанға қолданатын фермент пайдаланатын боламыз. Және 50 мл-дан 2 кесе су қажет болады. Бөлме температурасындағы 150 мл суымызға 1,5 шай қасық лимон қышқылымызды, лимонный кислотамызды салып, түйіршіктері толық еріліп кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Ендігі екінші кеседегі дәл сондай 50 мл суымызға пышақтың ұшымен өлшеп ферментімізді салатын боламыз. Фермент дегеніміз бұл ашытқы ретінде қолданылатын зат. Сыр жасайтын дүкендерде немесе интернет-магазин BeFi.kz дегеннен сатып алсаңыздар болады. Және көріп отырғандарыңыздай кіп-кішкентай пышақтың ұшымен ғана саламыз, сол бізге жеткілікті болады. Мінекей, енді сүтімізді аламыздағы температурасын өлшейміз. Бізде міндетті түрде түбі қалың кастрюль пайдаланамыз. Біздің сүтіміз піспеген, шикі және тоңазытқыштан шыққан болу қажет. Суық, яғни температурасы 4 градустан 12 градусқа дейін болса жеткілікті. Міне біздікі суық болып тұр. Енді осы суық сүтімізді араластыра отырып, ең бірінші лимон қышқылы құйылған суымызды қосамыз. Да, 30 секундтай араластыра тұрып, 30 секунд араластырып алғаннан кейін біз кастрюлемізді отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін де араластыра отырып, суымыздың температурасын 35-37 градусқа дейін апаруымыз қажет. Міндетті түрде араластырып отыру керек. Мінекей, температурамыз көтеріліп келе жатыр. Мінекей, 37 болды. Енді осы сүтіміздің үстіне тағы да араластыра отырып, бізде ортасында воронка пайда болу керек. Сол кезде жаңағы ферментімізді қосатын боламыз. Ферментімізді де 30 секундтай араластырып, енді сүтімізді тоқтатамыз. Айналғаны тоқтауы қажет. Видеода көріп отырғандай. Енді тоқтағаннан кейін бетін жауып, 1,5 сағатқа бөлме температурасында қоямыз. Біздің сырымыз ұю қажет, сүтіміз. Яғни, мінекей, сүтіміз ұйыған-ұйымағанын пышақтың көмегіменен тілу арқылы білеміз. Мінекей, пышақпен тілген кезде ортасында сары суы көрініп тұр. Енді осы пышақтың көмегіменен дәл видеодағыдай осылай ұзыншақ қылдырып кесіп аламыз. Біздің төртбұрышты қылдырып кесеміз. Осы кескен кесінділеріміз біздің сырдың түйіршіктері деп аталады. Соларды біз қазір бірінші әзірлеп алуымыз қажет. Пышақтың көмегіменен осылай видеодағыдай кессеңіздер болады. Біздің кескен төртбұрышты кубиктарымыз аса қатты үлкен болмау қажет. Шамамен 2 сантиметр болса болады. Және де міне видеода көріп отырғандарыңыздай көлденеңде қиғаштап кесіп аламыз. Бәрі біркелкі кесілгені жөн. Енді араластыра отырып, арасында кесілмей қалған түйіршіктер болса, оларды да ұсақтап кесеміз.
барлығын кесіп алғаннан кейін бөлме температурасында сары суы толық шыққанша 20 минуттай қоя тұрамыз. Қолдың сүтінен жасалған сыр өте дәмді болып келеді. 20 минут өткеннен кейін біз кастрюлемізді отқа қойып, сыр дәнектеріміздің, сары суымыздың температурасын 41-42 градусқа дейін көтеруіміз қажет. Міндетті түрде араластырып отырамыз. Сол кезде біздің мынау жүзіп жүрген сыр дәнектеріміз уплотняться етіп, орысша айтқанда көлемі кішірейіп, сыр әзірлеуге дайын болады. Мінеки 41 градустан асты. Енді осы сыр дәнектерін біз сүзіп алатын боламыз. Мінеки менде осындай қолдағы бар сүзгішіме қазір сары суынан ажыратып алатын боламын. Сары судың да пайдасы өте зор. Сары суында ысырап қалдырып төкпейміз. Оны выпечка жасағанға пайдаланатын боламын. Мінеки толығымен сүзіп алдым. Енді осылай 15-20 минут тағы да біраз қоя тұратын боламын. Мінеки сырымыздың дәнектері міне толықтай сары судан ажырады. Енді моцарелла сырын әзірлеуге кірісетін боламыз. Енді видеода көріп отырғандай сүзген дәнектерімізді осылай ұсақтау қылдырып кесіп аламыз. Бізге қайнаған су қажет болады. Толық барлығын кесіп алғаннан кейін мінеки енді осы кезеңде біз тұздайтын боламыз. Ақ тұзды пайдалансаңыздар болады. Бір ас қасық тұзды салып, кішкене араластырамыз дағы үстіне қайнап тұрған суды құятын боламыз. Қайнаған су құйған кезде біздің сырымыздың дәнектері енді қазір уже сыр болады, езіледі, ериді, балқиды. Көріп отырғандарыңыздай, қазір барлығын түрі майда созылмалы күйге енгізуіміз керек. Барлығын араластыра отырып, бір дөңгелек жасаймыз. Мінеки барлық массамыз біріккен кезде қолымызбен алып моцарелланың пішінін келтіретін боламыз. Мінеки көріп отырғандарыңыздай өте созылмалы болды. Міне екімге келеді. Егер де жасау барысында екімге келмей бара жатса, тағы да қайнаған су қосуға болады. Суға мала отырып, пішінін келтіретін боламыз. Пішінін ұстап тұру үшін бізге екінші бір ыдысқа суық су қажет болады. Қолымыздың көмегіменен домалақтарымызды әзірлеп, пышақтың көмегімен кесіп аламыздағы моцарелла сырларымыз міне дайын. Енді формасын ұстап тұру үшін, пішінін ұстап тұру үшін суық суға салатын боламыз. Осы әзірлеген 5 литр сүттен менде 4 моцарелла сыры, кішкентай дөңгелектер шықты. Менің видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Қолыңыздың көмегімен айналдыра отырып пішінін келтіріп аламыз. Мінекей толығымен барлығын жасап болдық. Енді сіздерге қызық болып отырған шығар, 5 литр сүттен қаншама грамм сыр дайын болғанын қазір өлшеп көрсететін боламын. Негізі әр сүттің сапалылығына байланысты болады ғой. Менің сүтімнің көлемінен 537 грамм моцарелла сыры шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.